Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз мені көріп тұрғандарыңыздай байсаттамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қалай поставщиктермен дұрыс келісу керек. Бізбен бірге болыңыздар, иншалла. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз поставщиктерді қалай келісу және оларды қалай табу деген секілді. Бірақ оларды бірінші таппай тұрып, сіз ниша таңдауға керексіз. Қоса нишаны қалай таңдаймыз деген сұрақ. Нишаны таңдау үшін бастапқы сізде бірінші жаңадан кіріп жатқан болсаңыз, сізге бірінші нишаны өзіңіздің қалтаңызда бар бюджетке қарап таңдайтын боласыз. Енді бізде, допустим, бір айға 200 мың теңгеміз бар, 200 мың теңге біз салуға дайын тұрмыз. Енді сол 200 мың теңгені біз 30 күнге бөлеміз. Өйткені бір айлық бюджетіміз біздің 200 мың теңге. Соны 30 күнге бөлетін болсақ, бізде күнделікті бюджетіміз 6600 теңге. 6600 теңгені біз бөлеміз. Күнделікті түсетін заказ бізде 5, 10, 15, 20, средний алғанда 10 заказ деп алатын болсақ, среднем сонда бізде 700 теңге шығады бір штук товарға. То есть бізде 700 теңгелік бюджет. Ладно. Соған байланысты біз қандай нишаға кіре аламыз деген сұрақ. То есть бірінші біз поставщикпен келіспей тұрып, біз ниша таңдауға керекпіз. Енді біздің себестоимость товарымыз 700 теңгеден аспау керек. Енді бізде уже біраз нишалар түсіп қалды. То есть бытовойға кіре алмаймыз, біз киімге кіре алмаймыз, өйткені біздің бюджетіміз 700 теңге ғана. Өйткені не үшін 700 теңге? Өйткені бізде 200 мың теңгелік шектелген бюджет бар. Соған байланысты енді қандай бюджеттер пример келтіре аламыз? Например, хит товары, косметика, чехлы, аксессуары, сосын тағы қандай бар? Кухонный товары деген секілді. Дәл осы 4 нишаны таңдайтын болсақ, сол нишаға қазір біз поставщиктермен тауып, солармен қазір келісетін боламыз. Айтпақшы достар, қазір осы видеоны соңына дейін көретін болсаңыздар, соңғы жағында сіздерге поставщиктердің, қазір келіскен поставщиктердің номерларын беретін боламын. Просто от меня, от души. Қазір біздің бірінші нишамыз ол кухонный товарлар, то есть мелочи, хит товары деген секілді. Дәл сол товардың примерно бір поставщикқа келдік. Енді қазір осы кісімен қалай біз келісетімізді, қалай оптым ценаға келісетімізді қазір көретін боласыңыздар. Қазір кетіп сөйлесек. Мына жерде оптым товарлар, әртүрлі кухонный товарлар, лопаткалар, в общем. Шпательдер бар. Вот, кетіп қара берейік. Мына жерде неше түрлі пышақтар бар екен, пышақтар тоже жақсы істеді. То есть вообще негізі кухонный товарлар жақсы. Ассалаумалейкум, брат. Как жизнь? Вот. Брат, вот цены хотел у тебя спросить. Вот сейчас у нас прям хорошо проходят товары. Пельменница, вот можешь, у тебя есть пельменница вот это? Да. Вот пельменница біздің өзіміздің товарымыз, который всегда өтетін. Осы туралы сұрайық. Розничная цена, брат, какая у него? 500 тенге. 500 тенге, да? Ага. Оптовая цена какая? 270. 270 тенге? Ага. Брат, смотри, я хочу с тобой так договориться. Я хочу выкладывать свои товары все на Wildberries, на мою платформу. У меня есть своя команда, мы будем ее там продвигать и так далее. У тебя первый вопрос. Вот, есть фотки этих товаров? У меня есть фотки в телеграм-канале. В телеграм-канале, то есть все фотки этих товаров есть, да? Как тебя зовут, брат? Ахмат. Ахмат, меня Айдар зовут. Приятно познакомиться. Вот, если фотография есть, то мы это ары қарай біз бірінші фотосын сұраймыз, ары қарай біз диалогымызды жалғастыра береміз. Келесі сұрақ. Второй вопрос, брат. Вот я буду чисто твои товары, вот то, что у тебя есть, все выкладывать на Wildberries, то есть на платформу. Хоть у меня в один день могут быть один заказ, один день могут быть там 100 заказов, да? И хоть 10 заказов ты можешь мне дать оптом. Я у тебя буду чисто покупать. Можно так договориться, да? Все хорошо. Я буду чисто у тебя покупать. И запасные тоже поставщики будут, но в основном у тебя буду покупать. Но ты мне, даже если один заказ будет, будешь по оптовым ценам давать. То есть я сейчас, если захочу... Если ты будешь у меня постоянно брать, то делай. Смело, да? То есть я сейчас могу у тебя купить это не за 500 тенге, а за 270 тенге получается, да? То есть мы, если официально договоримся, то можно, да, так сделать? Все хорошо. То есть вижу, товары очень хорошие, то есть хит-товары в основном, которые в Китае, вообще России очень хорошо продаются. То есть мы дәл осылай біз поставщикпен келісіп алдық. QR у тебя, да? Сфоткай, да, ее? Все. Ага, все хорошо тогда.
Қазір ана жерден QR-ды біз қалдыратын боламыз, сол QR арқылы сіздер кіріп, у тебя будут уточнять, какие товары есть в наличии, какие нет, ты будешь, да, отвечать? У меня всегда все товары в наличии есть. И просто я сам его завожу товары и всегда все есть. И я всегда говорю, какие есть, какие нет. Какие есть, какие нет, да? А там у вас обновляются там новые, свежие товары? Да, конечно. Да? Обновляются, да? Ну все хорошо, прекрасно. Мы дәл осылай біз пассажирмен келісетін боламыз. Бұл бізде бір-ақ пассажир, біз қазір 2, 3, 4, 5 пассажирмен кездесіп, ары қарай анализ жасап, сол товарларды біз иншалла Wildberriesке салатын боламыз. Заказ келген кезде осы жерден оптовый ценасына алып, ары қарай жұмыс істейтінбіз. Иншалла бізбен бірге болыңыздар. Кеттік, товар арқылы. Фотография есть товаров? Визитки ничего нету? Қазағым, қандай возможности пролетают просто. У вас фотография есть товаров? Нету? Здравствуйте. У вас визитки есть? Сайт, фотография. Все, хорошо, спасибо большое. Спасибо. Міне бізде 3 визитка, осыны мен иншалла сіздерге беретін боламын. Менің инстаграмыма кіріп, подписаться етіп, поставщик деп жазсаңыздар, мен сіздерге осы поставщиктердің номерларын бәрін беремін. Барлығының фотографиясы бар, сіздерге келіп, көрудің қажеті жоқ, просто осы визитка арқылы ары қарай жұмыс істей бересіздер. Все, сіздермен болған Қасымбек Айдархан, видеоны лайк, подписка.